1156 сеп. Автотуристер бірінші күні барлық жолдың 30% жүрді. Бірінші күні 36% жүріпті. 36%. Екінші күні 39% жүрген. Үшінші күні қалған 180 км жол жүрді. 180 км жол жүріпті. Автотуристер барлығы неше километр жол жүрген? Барлық жол табуымыз керек. Қашықтықта километрді. Шешуі. Так, шешуінде, яғни біз 36-39 деген пайыздарды қосып 100%-ын шегеріп тастаймыз. Так, бұнымыз қанша болады? 25% болады. Так. Енді не істейміз? Енді 180 километрдің 20%-ын табамыз. Ол үшін білесіздер 180-ді 25-ке бөліп 100%-ға 100%-ға бөліп. Ол үшін 180 деймін да, мынаны кері бөлшекке айналдырам. Мына 25 болады, пайызбен пайыз. Бұл жерде жазылмай қысқарып кетеді. 100-ді 25-ке бөлетін болсам 4 болады. Сонда 180 көбейтілген 4 720 екен. Жауабы барлығы барлық жол 720 километр екен. 720 километр екен. Так, 1157 сеп. Оқушының үй кітапханасына кітаптардың 4-тен 1-і бірінші сөреге қойылыпты. Бірінші сөрені 4-тен 1-і қойылыпты. Екінші сөреге 40% қойылыпты. Қалғаны 28 кітап үшінші сөреге қойылған. Үшінші сөреге 28 кітап қойылыпты. Оқушының үй кітапханасына неше кітап бар? Яғни барлық кітап деген сөз ғой. Барлығы қанша кітап? Шешуі. Так, бұл есепті, яғни біз бірінші сөредегі 4-тен 1 кітаптың пайызын тауып аламыз. Ол үшін барлық кітап 100%-ға тең, соны 4-тен 1-ге көбейтеміз. 100-ді 1-ге көбейтіп 4-тен 1-ге 4-ке бөлетін болсақ, 25% болады міне. Яғни 25%-ын бірінші сөреге қойыпты кітапханасын. Сонда бірінші сөреде 25% кітап бар екен. Міне, бірінші сөреміз шықты. Онда жалпы 100%-дан азайтамыз 25%-бен қосындысы 40%-ын екінші сөреге 40% қосылғандықтан. Так, қанша болады? 65%-ды азайтамыз 100%-дан 35% болады. Яғни, енді 23-ші сөреге 28 кітап қойылған ғой. Соның 35%-ы шықты міне. Сонда 28 кітапта 35% бар екенді, ал барлығы бізге белгісіз қой, 12 деп аламыз, мынаны сол барлығын 100% деп аламыз. Ал бұны білесіздер, сізде пропорциямен шығаруға да болады. Яғни x пен 35 көбейтіледі, 28 пен 100 көбейтіледі. Сөйтеді, x табылады. Ол үшін x деп бірлестен жазамын. Мына жерге 28 кітап, 28 кітап көбейтілген 100. Пайыздар жазбай қойсақ, 35 бәрі қысқарып кетеді олар. 28-ді 100-ге көбейтсек 2800, оны 35-ке бөлеміз. Сонда шығады бізде 80 кітап. 80 кітап шықты. Міне, жауабы барлық кітап 80 кітап екен. Болған екен оқушының сөресінде. Так, 1158 сеп. Бұда не дейді? Бұда құйманың 80% алюминий дейді. Құйма 80% алюминий. Алюминий деп қояйық құйманың. Ал қалғаны мыс дейді. Құйманың қалғаны, мына жерге мына 80% алюминий болса, қалғаны мыс. Ол мысты қалай табамыз? Яғни жалпы 100% құймадағы қоспа қосындысы
Ал одан 80% алатын болсақ, алюминийді алатын болсақ, 20% не шығады екен? Мыс шығады екен. Міне, құймада 80% алюминий, қалғаны яғни 20%-ын былай тауып алдық мыстың. Енді құймадағы алюминий мыстан 300 грамм артық дейді. Құймадағы алюминий мыстан 300 грамм артық. Яғни онда бұны бүйтіп жазамыз. Алюминий, алюм деп қоя салайын. Мыс 300 грамм артық алюминий. Ал онда біз құйманың массасы қандай дейді? Жалпы құйманың массасын табамыз. Килограммен, граммен. М деген массасын табу. Ал бұны қалай шығарамыз? Бұны шығару үшін құйманың жалпы массасын табуымыз керек. Ол үшін біз бітеміз. Мына жерде 80% алюминийден 20% мыстың пайызын алып тастаймыз. Сонда 60% шығады. Бұл 60% алюминий мыстан артық деген сөз. Алюминий мыстан 60% артық деген сөзді білдіреді. Яғни артық болатын болса, онда біз мынау мыс бар ғой, мына жердегі алюминий мыстан 300 грамм артық қой, сол себептен артығы алюминийдің 60%-ын біз 300 граммға тең деп аламыз да, ал 100%-ды барлық құйманың массасын X деп аламыз, табу керектікті. Ал енді бұдан табатын болсақ, X тең болады 300 граммда көбейтеміз 100%-ға, бөлеміз 60%-ға. Пайызбен пайыз қысқарады. 160 қысқартуға 360-ға бөлсек 5 болады. 5 көбейту 100, 500 грамм екен. 500 грамм. Яғни біз барлық құйманың массасын таптық. Мынау масса X-і. Сонымен жауабы өте оңай жолмен шығарым, қазір тағы түсіндіріп жіберем. 500 грамм екен. Барлық құйманың массасы. Сонда бері қараңыздар. 80% алюминий, 20% мыс. Алып тастайым, 60% қалады. 60% бұл алюминий мыстан артық пайызы шығып тұрды. Сонда мыс 20% болса, алюминий мыстан 60%-ға артық. Міне, сөйтеміз, оны 300 граммға теңестіріп аламыз. Яғни алюминийден 60%-дағы артығымен жалпы құйманың массасы шыға келеді. Мына X массаны табу үшін 300 грамм 100-ге көбейтіп, бұлайынан көбейтілетініңіз қазірден үйрене берсеңіздер де болады. Бұны 60-ға 300-ді 100-ге көбейтіп, 60-ға бөлеміз бұл жағдайда. 500 грамм шықты. Жауабы 500 грамм жалпы құйманың массасы. Ал енді 1159 есепке қарайық. Бөлшектерді қысқартыңдар дейді. 12 көбейтілген 35 көбейту 72 екен. Бөлеміз. 25 көбейту 54 көбейтілген 28 қысқартамыз. Қысқарту үшін не істейміз? 25 пен 5-ті қысқартуға болады. Нешке бөлеміз? 5-ке бөлеміз. 5-ке бөлемін. Мынаны да 5-ке бөлемін. 54 пен 12 қысқармайды. 12 мен 28 қысқарады. Нештен беруге болады? 28-ді нешке қысқартамыз? 28-ді 4-ке қысқартайық, 12-ні 4-ке қысқартайық. 12-ді 4-ке бөлеміз, 28-ді 4-ке бөлеміз. Енді 72 мен 54. 72 мен 54 қысқарады. 54 нешке қысқарады? 9-ға қысқартамыз. 72-ні 9-ға бөлемін, 54-ті 9-ға бөлемін. Ал енді бөліп шығайық. 12-ні 4-ке бөлсем 3 болады, көбейтілген 35-ті 5-ке бөлсем 7, 72-ні 9-ға бөлсем 8 болады. 25-ті 5-ке бөлсем 5, 54-ті 9-ға бөлсем 6, 28-ді 4-ке бөлсек 7 болады. Ал мына жерден де қысқарту болады. 7 мен 7 қысқарады, 3 пен 6 қысқарады. Яғни 3-ті 3-ке бөлсең 1, 6-ны 3-ке бөлсең 2 деген сөз. Мына жерде 3-тің орнында 1 қалды, 8 түседі. 5 болады, 2 қалады, көбейтілген 1. 8 бөлінген 10 болады. Бұны да қысқартуға болады. Нешке қысқартуға болады? 2-ге. 8-ді 2-ге бөлеміз 4,
10-ді 2-ге бөлеміз 5. Бұны да ондық бөлшек түрінде қысқартуға болады. 4-ті 5-ге бөлсеңіздер 0,8 болады. Қысқарту жолы. Екіншісі 62 көбейтілген 5 қосу 62 көбейтілген 15 дейді. 31 35 азайту 31 көбейту 15. Бұл жерде өте оңай жолы. Бірдей сандарды жақшаның сыртына шығарам. 62 де бар, 62-ні жақшаның сыртына шығарам. 5 қалады, қосылған 15 қалады. Мына жерде 31 екеуінде де 31 бар ма? Онда 31 жақшаның сыртына шығарам. Іште 35 азайтылған 15 қалады. Тең 62 көбейтілу 20. 15-ге 5 қоссақ 20 болады. 31 көбейту 35-тен 15 алсаңыздар 20 болады. Так, бұл жерде де 20 мен 20 қысқарады. 62 мен 31 қысқарады. 2-ден береміз. Сонда тең болады. 2 ғана қалады. 62-ні 30-ға бөлсеңіздер 2 болады. Енді үшінші есебіне қарайым. 5а, 6а қосу 7а екен. 24а азайту 15а екен. Бұл жағдайда мына алар бірде әріптер болғандықтан үшеуін қосып жібереміз. Қосатын болсақ 5аға 6-ны қоссаңыздар 11а, 11аға 7-ны қоссаңыздар 18а болады. 24-тен 15-ті азайтамыз. Так, қанша болады? 9 болады, 9а болады. Бұл жерде а мен а қысқарады. Бірге тең болып кетеді. 18-ті 9-ға бөлеміз. 2-ге тең болады. Міне есебіміз шықты. Ал енді 1160 есепті қарайық. 1160 есеп не дейді? Бұл жерде с деңгейінде есептер салыстырыңдар дейді. Яғни 15% 60-ға тең дейді. Сонымен 60% 15-ке тең санды салыстырайық. Қайсы үлкен, қайсы кіші, соны салыстыру деп аталады. Яғни 15%-ның санын табу үшін біздер білесіздер формуланы, формула бірдесен қоя салайық. 60 дейміз де бөлу 15% бөлеміз 100%-ға. Формуланы жазып қойын, еске түсіргісіздерге мына бұрышына жазып қойын. А тең Б бөлінген П бөлінген 100 деген формуламыз бар. Оны білесіздер. Проценттің санын табу үшін осы формуланы қолданамыз. Сонда мынадан тең болады. Қанша? 60 көбейту 100 алымнан шығады. 15 бөлшектің бөлініп түседі. Арасы көбейту болады. Бұл ережеге сай есеп. Яғни 60-ты 15-ке бөлсеңіздер болады. Неш болады? 4 болады. 4-ті 100-ге көбейтеміз. 400, яғни 400 деген санның 15% 60-ға тең деген сөз. Енді 15 деген санның 60%-ын табу үшін 100%-ға бөлеміз. 15 көбейту 100 алымнан шығады. 60 үлкен бөлшектің астына саламыз да 60 дейміз. Бұл жерден де 15-ті 15-ге қысқартамыз 1 қалады. 60-ты 15-ге бөлем 4 болады. 100-ді 4-ге бөлетін болсақ 25 болады. Яғни 25 деген санның 60%-ы так 15-ге тең деген сөз. Сонда қайсы үлкен? Әрине мына жағы үлкен болады. Міне, осылай дәлелдейміз. Ал енді екіншісін шығарайық. Бірдесен жазып кете берем. 16 бөлу 20%, 100%. 16 көбейту 100 болады, бөлеміз 20-ға. 16 көбейту 5. Мынау 80 болады. Екіншісі осының. Бірдесен жазып кетейін бе? Қараңыздар. Көбейту 100 дейміз де, бөлеміз 16-ға. Мына түрде жазбай, мына түрде бірдесте мынаны жазып кетіп жатырмын. Сіздер түсінсеңіздер болды. Сонда 20-16 қысқарады. 4-ке қысқартам, мынау 5 болады, мынау 100 болады. Мынауымыз 4 болады. 100-ді 4-ке бөлетін болсақ 25 болады. 25-ті 5-ке көбейтетін болсаңыздар 125 болады. Сонда мына үлкен болады екен да. 125 жағы үлкен. Сонда бастапқы берілгені, мынандай берілгені жазып қояйық. 16 деген мына жерде 16% 20 деген мына жағы үлкен болады екен. Міне 125 үлкен да 80-нен мына жерге 125 80-нен үлкен. 125 мына жақтың саны, 80 мынаның саны. Ал ары қарай үшінші есебі 4% деп жазып қояйық. 20-ға тең, 8% 40-қа тең екен. Ал енді осыны есептейік.
20 көбейтілген бірлесен жазамын, 100%-ға бөлемін 4%-да. Пайыздар жазбасам да болады. 20 көбейтілген 100-ті 4-ке бөлсек 25 болады. Бұдан 500. Мынау 50, мына 0-мен қосып 500 болады. Екіншісі 40 көбейтілеміз 100-ге бөлеміз 8-ге. Так, 48 5 көбейту 100. 500. Міне екеуі тең болды. Мынау бір-біріне тең екен. Әрмен қарай төртіншісі 35%-ның 56-сын табу керек. 56%-ның 35-ін табуымыз керек. Так, бұл жерде де 56 көбейтемін 100%-ға бөлемін 35-ге. Так, 56 35 7-ге қысқарады. 56-ны 7-ге бөлетін болсақ 8 көбейту 100, 35 7-ге бөлсек 5 болады. 8 көбейту 100-ді 5-ге бөлсек 20 болады. 160 болды. Ал енді мынау екіншісі 35-ті көбейтеміз 100%-ға бөлеміз 56%-ға. Пайыздарын жазсаңыздар да болады, жазбасаңыздар да болады. Так, 35 тура жаңағыдай, 35 7-ге бөлем 5 көбейту 100, 56-ны 7-ге бөлем 8. 100-ді 8-ге бөлемін. Қанша болады? 125 бола ма? Ол 12,5 болады екен. 100-ді 8-ге бөлсем 12,5, 5 көбейту 12,5, 12,5-ті 5-ге көбейтеміз. 62,5. Әрине қай жағы үлкен болады? Мына жағы үлкен болады екен. Себебі 160-тан 62,5-тен 160 үлкен. Ол мынау жақ. Міне есеп шықты. Ал келесі сабаққа дейін сау саламатта болыңыздар.